Лавр ағашы Оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өседі. Ал Қара теңіз маңындағы елдер оны қолдан өсіріп, бау-бақша өнімі ретінде пайдаланады. Лавр ағашының жапырағы қарағай мен шырша сияқты мәңгі жасыл. Биіктігі 25-30 метрге дейін жетеді. Гүлі мамыр маусым айларында ашылып, жемісі қарашада піседі. Жемісі сүйекті қара қоңыр болып өседі. Жемісін күзде жинайды. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы, органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лава жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың басалатынын білеміз. Лава жапырағы төмендегідей аурулардың алдын алуға көмектеседі. Лава жапырағынан дәрі-дәрмек жасалады. Емдік қасиеті мол. Оны халық емшілігінде де қолдануға болады. Солардың кейбіріне тоқталып өтейік. 1. Суық тиіп қатты жөтел қысқанда лава жапырағының 2 данасын алып, 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салып, 15 минут қайнатады. Қайнаған соң 1 ас қасық бал қосып жылыдай ішеді. Ішер кезде лава жапырағын алып тастайды. Міндетті түрде жылыдай ішу керек. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. 2 көз бұлшықтанып түйіліп ауырғанда 4 дана жапырақты ұнтақтап, жарты стақан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады. Бірақ ішуге болмайды. 3 құлақ ауырып, ішінен ірің су аққанда лава жапырағын ұнтақтап қайнап тұрған 1 стақан суға 1 ас қасықпен салып 2 сағаттай бұқтырады. Сонымен құлақты жуып, ішіне аздап тамызады. 4. Тік ішек шыққанда лава жапырағының 10 талын алып ұнтақтап 1 стақан қайнап тұрған суға 1 сағат бұқтыру қажет. Соны дәкеге сіңдіріп, арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. 5. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап 3 стақан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 ас қасықтан ішеді. 6. Буын, сал, дірілдеп ауырғанда 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн тұндырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да ауырған жерді сылап орайды. 7. Аяқ пен буындарда шошайып шыққан түйіндерді жазу үшін лавр жапырағының 5 талын ұнтақтап, 100 грамм зәтір спиртіне салып, түрі қоңырқай тартып өзгергенше қояды. Дайын болған соң түйіндерге жапсырып ысқылайды. 8. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін лавр жапырағының 5 талын алып, жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сызылған осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып ішеді. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып 3 стақан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стақан салқын су құйып, 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауымыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қан жел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгіншектен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге де таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып, байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып қайнатып бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады. Ұнаса лайк басып арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.